Хей, бәріңе сәлем оқушылар, сендермен бірге, как всегда, старый добрый Мадияр Тұрғанұлы. Бүгін бізде тест-центрден ресми шыққан жаңа нұсқасы, ақылы нұсқа. И осы нұсқаны давайте сіздермен бірге отырып біз талдап тастайық. Бұл бізде уже биылға 2025-ке арналған 18-ші нұсқа талдау екен. Кеттік ондай болса. Бірінші сұрақ, кодталған бейнелер сақталатын жедел есте сақтау құрылғысы, ол бізде VRAM деп аталады. Video Random Access Memory. RAM дегеніміз жедел жады, но бізде видео деген сөз, иә? Окей. Коммерциялық ұйымның бірінші деңгейлі домені, D варианты бізде дұрыс болады. Community, да? Окей. 1 мегабайттың дәреже түрінде жазылуы. Так, 1024 дегеніміз бұл 2-ның 10 дәрежесі. То есть килобайт дегеніміз 1024 байт қой. То есть 2-ның 10 дәрежесі байтқа тең. Мегабайт дегеніміз 1024 килобайт. То есть көбейтеміз тағда 2-ның 10 дәрежесіне. И жанына байт деп жазып қойық. И если дәрежелерді, негіздері бірдей болса, дәрежелерін онда қосамыз. Мұнда 10 қосу 10 и байт болады. Получается 2-ның 20 дәрежесіне тең. А варианты бізде дұрыс болады. 1 мегабайттың дәреже түрінде жазылуы вот мынандай екен. 16 символдық 512 символдан тұратын хабар көлемі дейді. N тен 16 тен 2-ның x дәрежесі тең болады 2-ның 4 дәрежесіне мұнау. И мұнда x тең болады 4-ке. X тең болады 4-ке. Ары қарай k тен 512 I тен k көбейтілген x-қа тең болады бізде сонда k 512 көбейту 4-ке, бұл бізде 2048 бит болады. Всегда битпен есептейсіздер, I тен kx-дің нәтижесін. Одан кейін барып, 2048 битті белгілейсіздер. 8 санының екілік санау жүйесіндегі мәні дейді. Біз оны не істейміз? 2-ге бөліп жібереміз. 4-тен береміз, -8, қалдық 0 қалады. 2-ге бөлеміз, 2-ден береміз, -4, қалдық 0 қалады. 2-ге бөлеміз, 1-тен береміз, -2, қалдық 0 қалады. Мұнаның бәрін біз керретпен тізбекке жинастырамыз. Бұлайнан, бізде мұнандай сан шығады екен. Ол бізде D вариантында тұр екен. Сандардың ішіндегі ең үлкен санды анықтау керек. Давайте 1, 0, 1, 1, 0 деген жазу алайық. 0, 1, 2, 3, 4, 5 деп номерлеп аламыз. Так, 0, 1, 2, 3, 4, 5, И 0-дерді қысқартып жүреміз сразу. Тем болады, мұнда бит жазасыз. 2-ның 5 дәрежесі деп жазасыз. Қосамыз, потом 2-ның квадратын. Қосамыз, 2-ның 1 дәрежесін. Қосамыз, жоқ, уже болды. 2-ның 5 дәрежесі 32, қосамыз оған 4-ті, қосамыз 2-ні. Тең болады бізде 36, 38 шығады. 38 болды. 38 екен. Так, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4 деп жазышамыз. Мұнаны қысқартып жүреміз сразу. 2-ның 4 дәрежесі. Мұнау. Қосамыз 2-ның кубы. Мұнау. Қосамыз 2-ның квадраты. Мұнау. Қосамыз 2-ның 1 дәрежесі. Мұнау. Тең болады, сонда бізде 16 қосу 8, қосу 4, қосу 2. 16-ға 4 қосамыз 20, 8-ге 2-ні қосамыз 10, 20-ға 10-ды қосамыз 30 болады. Так, окей, бұл бізде 30 екен. Ары қарай, мұнау бізде 10-дық санау жүйелерінде тұр. И біз түрлендіреміз уже мұнаны. 521-ді. 0, 1, 2 деп номерлеп аламыз. Так, 8-дік санау жүйесінде тұр. Сол себепті 8-ді қолданамыз, квадраты көбейтеміз астындағы санға 5-ке болады. 2-ның квадраты, 8-дің квадраты көбейтеміз 5-ке, қосамыз 8-дің 1 дәрежесі, көбейтеміз 2-ке, қосамыз 8-дің 0 дәрежесі, көбейтеміз 1-ге. Тең болады, сонда 64 көбейту 5, қосамыз 16-ны, қосамыз 1-ді. Енді мұнау железно бетонны 56-дан, 23-ден, 30-дан, 38-ден үлкен сан шығады мұнда. 64-ті 5-ке өткеннің өзінде. И получается бізде сразу D вариантын белгілей берсек болады екен. Ары қарай кеттік. 7. A1, B0 болса, F мәні 1-ге тең болатын жағдай дейді. Давайте есептей салайық. Мұнда 1, мұнау бізде қосу. Если дизъюнктор тұратын болса, онда қосу қойыз. И қосамыз B0, тең болады 1. А вариант сәйкес келіп тұр. Ары қарай кеттік.
Жоғарыда берілген есепке а тең 9, мынау бізде 9, б тең 6 деген мәндерін берген кездегі нәтиже. 9-ды 2-ге бөлгенде қалдығы 0-ге тең емес. 9-ды 2-ге бөлеміз, мынау бізде қалдықты анықтаушы оператор. 4-тен береміз, минус 8, қалдық бізде 1 қалады. То есть мынау мынаны анықтайды. Бізде 0 емес, 1 шығып тұр. Поэтому if бізде орындалмайды. К тең болады а қосу 1, то есть 9 қосу 6, 15 шығады. И к-ны консольға шығарып жатырмыз. Б варианты бізде дұрыс болады екен. 9-шы сұрақ. Python программалау тіліндегі seek функциясының қызметі. Ол файлдың ішіндегі какой-то бір позицияны орнатады. И файлдағы деректерге еркін қол жеткізу деген а варианты мында сәйкес келіп тұр. То есть, допустим, файлға сіз seek функциясын шақырасыз, ішіне 0 дейтін болсаңыз, онда 0-шы байтқа әкеп позицияны қоясыз, и сол 0-шы байттан бастап файлдың ішіндегі ақпараттарды оқитын болады біздің программамыз дальше. Берілген шарттарда және нақты уақыт кезеңінде белгілі бір функцияларды қалтқысыз орындау мүмкіндігіне ие сапа критерийі, то есть всегда дұрыс орындау, то есть надежный, сенімді. И поэтому бізде С варианты дұрыс болады. Мобильділік дегеніміз бір ортадан екінші ортаға қарай ауыстыру, алдыңғы 17-ші нұсқа талдауда болды. Функционалдылық дегеніміз функцияларын атқара алу толыққанды, сізге қажетті минималды толық функционалдыққа ие болуы да. Вот сапа критерийдің тағы бір түрі. Тиімділігі дегеніміз сіздің қосымшаңыздың немесе приложениеңіздің жалпы сіз үшін пайда келуі, сіз үшін керекті дүниелерді атқара алу, тиімді нәрселерді жасай алуы. Тасындағы, үшін бұлардың атауларымен тауып аласыз, бұлар қиын емес. Суреттегі өрістер мен жазбалардың саны дейді. Өрістер бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 өріс бар. 6 өріс бар. 1, 2, 3 жол бар. Бұл бізде 3 жазба. Сонда 6 өріс, 3 жазба, Д варианты бізде дұрыс болады екен. Уақытша кестелерді құрмай бір сұраныспен бірнеше кестелерден деректерді алуға мүмкіндік беретін SQL команда, ол бізде join. То есть бірнеше таблицаны сол екеуінен біріктіріп, какой-то бір жаңа бір нәтижені таңдап алып шығуға болады. Мысалы, мына жақтағы мына бағандарды, мына жақтағы мына бағандарды біріктіреміз, біз оның бәрін join арқылы. Б варианты бізде дұрыс болады екен. Ары қарай кеттік. MySQL-дің 3 негізгі деректердің типі. Логикалық мәтіндік күн уақыт, ақшалық мәтіндік күн уақыт, сандық мәтіндік, логикалық, сандық мәтіндік күн уақыт. Д варианты бізде дұрыс болады. Сандық группа бар бізде. Tiny int, medium int, просто int, large int, long int қателеспесем. Потом бізде мәтіндік кетеді. Char, varchar, tiny text, medium text. И бізде күн уақыты, даталар кетеді. Timestamp'тан бастап datetime бәрі кетеді. Д варианты бізде дұрыс болады. 14. Абсолютті сілтемелер тізбегі. Абсолютті сілтеменің ішінде $2 іздейсіз. Вот 2. Б варианты бізде дұрыс болады. То есть доллар белгісі сілтемеде 2 болса, онда ол абсолютті сілтеме. HTML-де бейне жазбаны ойнату аймағының көлемін көрсететін атрибут, ол бізде мұнда width болады. С варианты дұрыс болады. То есть мынау бізде видео плеер, мұнда таймлайн, мұнда громкость. Мына жақта үлкен экран жасау, тасын тағы. И осының мынаның ойнату аймағының көлемін width анықтайды екен. То есть енін width анықтайды. И бізде С варианты дұрыс болады. 40 килобит секунд жылдамдықпен 5 секунд ішінде тасымалданатын ақпарат көлемі. Мынаны анықтау керек. Q көбейтілген таны. Бізде Q тең 40 килобит секундында 6 тең 5 секундқа тең. И получается 40 көбейтеміз. 40 килобит секундына көбейтеміз 5 секундына. Секунд пен секунд қысқарады. 200 килобит шығады екен мұнда. 200 килобитті біз килобайтқа қарай түрлендіреміз. Килобайтқа түрлендіру үшін мынаны 8-ге бөліп тастаймыз. 2 так 5 25 килобайт шығады. Бар ма ондай? А варианты бізде дұрыс болады екен. 795 сан 16-лық санау жүйесіндегі мәні. 795-ті 16-ға бөлеміз. Так 4-тен береміз, минус 64, 5,
1. Так, 155 ары қарай. 9-дан береміз, ал жерде 9-ым 54, 9, 144, е? Так, 11. Қалдық қалды. 49-ды ары қарай 16-ға бөлеміз. 3-тен береміз, минус 48, 1 қалады. Сонда кері ретпен тізбекке жинасақ, бірінші 3 түседі, потом 1 түседі, 11 дегеніміз B, 31 B деген бар ма? Б вариантында тұр екен. 17 бізде B болады. 18 логикалық сызбаға сәйкес логикалық өрнек. Мынау бізде уже қайталанып келіп жатыр. Мынау былтырда болды, алдыңғы жылда болды, әйтеуір бір сұрақ. Обязательно келер жылғы пробныйлардың ішінде 1-2 сұрақ сол былтырғы базаның арасынан келіп жатады. Так, окей, бізде мынау көбейту арты түзу болса, көбейту қоясыз. То есть А мен Б көбейтіліп жатыр мында. Но бізде А терістеліп келеді мында, то есть А-ның жоғары жағына терістей қоясыз. То есть А дейміз, мында Б дейміз, арасына көбейтуді былай жазамыз, конъюнкцияны. А-ның жоғары жағына терістей қоямыз, и осының бәрі бізде терістеліп жатыр. То есть мынаның үстіне тағы да бір терістей қоясыз. И получается бізде, так, мынау емес, мынау емес, мынау емес, С вариант дұрыс болады, вот. Мында А терістеліп жатыр, көбейтіліп жатыр бұмен, и потом общий терістеліп жатыр. С варианты бізде дұрыс болады. N айнымалысының мәні 8-ге тең болғандағы алынатын нәтиже дейді. Мынау Фибоначчи сандары. Фибоначчи сандары вот 0, 1 болып басталады. И, ну, мында 0, 1 болып басталып жатыр. И мына жерде келесі сан алдыңғы екеуінің қосындысы болады. 0-ге 1-ді қосамыз 1 болады, 1-ге 1-ді қосамыз 2 болады, 2-ге 1-ді қосамыз 3 болады, 3-ге 2-ні қосамыз 5 болады, 5-ге 3-ді қосамыз 8 болады, 8-ге 5-ді қосамыз 13 болады, 13-ге 8-ді қосамыз 21 болады, 21-ге 13-ді қоссақ, так, 4, 44, ойбай, 34. 34 болады, 34-ке 21-ді қоссақ 55 шығады. И бізде 8-ге тең болғанда алынатын нәтиже, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жоқ, тұрадыңдар. Алғашқы мына екеу кіріс мәні, потом бізде кіші немесе тең n деп тұр, то есть 8-ге. И бізде, значит, получается 55 болады мында. Просто мына кодты, если қарайтын болсаңыздар, мында мәндерді қосып жатыр, вот сумманы анықтап жатыр да, и потом мында екеуінің қосындысына тең, потом екеуінің мәндерін алмастырып жатыр, и-дің мәнін бірге арттырып жатыр, тағысын тағы, и мында Фибоначчи тізбегінің логикасы болып жатыр. И Фибоначчи тізбегінің логикасы бойынша n тең 8-ге болған кезде біз мында тоқтадық та, кіші немесе тең n, и получается біз 55-ге бар тоқтаймыз деген сөз. С варианты бізде дұрыс болады. И біз ары қарай кеттік. Кітапханадағы кітаптардың деректер қоры берілген, деректер типі сәйкес келетін қатар дейді. Атауын біз мәтін дейміз, немесе давайте вот varchar деп тұр екен. Ну, varchar болады мынау бізде. Varchar, авторы бізде тоже varchar, шыққан жылы бізде year болады. Так, бізде year бар ма? Міне, D вариант келіп тұр. Varchar, year. Потом сан біз small int пен белгілей аламыз. Берілген күні уақытын біз timestamp пен көрсете аламыз. И бізде D варианты дұрыс болады екен. Электрондық кесте атмосфералық қысымның апталық өзгеруіне баға береді. Атмосфералық қысымның қалыпты жағдайдан ауытқуын D3, және де E3 яшықтарындағы формула дейді. Мынау и мынау. Формуланы көрсету үшін давайте мәндеріне жауап қарай өтейік варианттарына. Так, бізде E1-ден алып жатыр екен данныйларды. Қалыпты атмосфералық қысым бізде 760-ға тең екен E1. То есть мынау бізде, по сути, абсолютті сілтемемен жазылады. И әрбір ұяшыққа қолданылады бұл. И атмосфералық қысымнан біз азайтамыз E1-ді, но модуль бойынша азайтамыз. Получается, бізде 746 тұр. И ол бізде қаншалықты ауытқығанын көру үшін просто 760-ты мынадан азайтып жіберсек болады. Немесе 760-тан 746-ны азайтып жіберсек болады. Но в любом случае оң сан шығу үшін мынаны модульдің ішіне алып жүреміз. Модуль ол бізде ABS. И потом ол бізде D3-те жазылады.
Так, D3. Вот ABS жазылып тұр. Мынау емес. E1-ден C3-ті азайтқан. E1-ден C3-ті азайтқан. E1-ден. Мынау бізде абсолют сілтемемен жазылмаған, поэтому мынаны минусовать етіп жүреміз. Мына екеуі бірдей екен. Дальше. Енді екіншісін қарайық. E3-те. E3-те вот 760-тан кіші болса, төмен деп көрсетіп тұр. То есть, егер дейміз, счет если деп тұр, мынау болмайды. Бізде егер болу қажет, бізде D варианты келіп тұр. Егер C3-тен, то есть C3 кіші болса E1-ден, онда төмен деп шығарамыз. Төмен, ондай кіші болмаса, онда жоғары болып шығады. Мұнда бәрі дұрыс болып тұр. То есть, давайте D вариантты қайттан көрейік. Біз E1-ден C3-ті азайтып жібердік. 760-тан 746-ны азайтып жібереміз. 14 қалады, 14 вот міне. Модульден шығарамыз. Мына бізде модуль ABS деген. Абсолютті мән деген сөз, абсолют деген сөзден қысқартылған. И если мында егер деп тұр, C3 бізде E1-ден кіші болса, то есть мына біреу мән E1-ден кіші болса, онда төмен деп жазамыз. Вот кіші, поэтому төмен деп шығып тұр мында. Ал егер кіші болмаса, онда жоғары болып шығады. Мына біреу үтіріндікседен кейінгі мәні. И получается бізде вот D вариант дұрыс болады. 21-ді. 22. Берілген есепке 3 минус 9, 8, 3 мәндерін бергендегі нәтиже. Так, мына жерде, мынау апелляционный сұрақ. Так, массив құрылған бізде. Массивтің ішінде осы мәндер болады. И мында шарт кеткен. Массивтің ішіндегі элементтердің бәрін тексеріп жатырмыз. 0-ден үлкендерін, то есть 0-ден үлкендері мынау, и олардың бәрі S-ке барып қосылып жатыр. То есть 3 қосу 8, қосу 3, 8-ге 3-ті қосамыз 11, 11-ге 3-ті қосамыз 14 шығады мында. 14 шығады, и 14 деген мән жоқ мында, көріп тұрсыздар. Может, дублировать етіп жіберді ма, может, мына 3-ті қосуды ұмытып кетті ма, мысалы, 8-ге 3-ті қосамыз, и мына жерде 11 шығады да, и бізде Утон базасы бойынша А вариант дұрыс болып тұр. Мынаны апелляцияға берсеңіздер болады. Вот, массив құрдық, массивтің ішіне мәндерді енгіздік. Мына жерде вот тексердік. 0-ден n-ға дейін мында цикл до конца барады, 0-ден басталады, n-ға дейін барады. Так, вот n бізде 4-ке тең. Но мында n-нің мәнінде, кстати, көрсетпеген. Берілген есепке 3 минус 9, 8, 3 мәндерін ергендегі нәтиже. Стоп. Я, кажется, понял. N-ға 3-ті енгізген. Мынау бізде 3. Кішкен берілген дұрыста жазса болады. Додумайся сам болып тұрда, кәдімгідей. Ладно. N тең 3. Массивтің ішінде 3 элемент бар деген сөзді. Потом бізде мынау 3 элементке көбейтілген, и получается массивтің ішінде бізде минус 9, 8, 3 деген сандар бар деген сөз. Вот, енді логикасы келді. Енді ол мәндердің бәрін біз мұнда енгіздік, и потом осының бәріне біз тексеру жүргіздік. 0-ден үлкендерін қостық, и 8-ге 3 тоқсамыз 11 шығады. Вот, енді шықты. Айналайындар, кішкен дұрыстар жасаңдаршы. Отоның сотрудниктер көріп отырсаңыздар. Ладно, кеттік келесі. 23. Тапсырыс беруші деректер базасына сәйкес типтер дейді. Мұнда коды бұл бізде int болады. Мынау сразу минусовать етіп жүреміз. Мынау бізде varchar болады. Ну, бәрі varchar екен. Қаланың коды бізде тоже int болады мынау. И вот A варианты келіп тұр. Int, varchar, int. То есть бүтін сандарды int-пен көрсетеміз. Мынау бізде мәтін varchar, мынау бізде бүтін сандар int. 24. Берілген кестеде оқушылардың нәтижесін анықтайтын кірістірілген функцияның дұрыс жазылуы дейді. То есть оқушылардың нәтижесі бізде 85 пен 100-дің аралығында болса өте жақсы болу керек. Давайте мен мынаны кішкене үлкейтіп жіберейін да. Бұл бізде 24-ші сұрақ па? 24. Пойдет. 24 не дейді? 85 пен 100-ның аралығында болса, онда өте жақсы деп шығаруымыз керек. Егер дейміз, онда или болмайды, и болу керек, или сызып неге или болмайтын қазір түсіндірем. Және де бізде и керек, поэтому Б мен С варианттар ғана қалды. То есть бізде мынандай
шарт қойылып тұр. 85-тен үлкен немесе тең, 100-ден кіші немесе тең. Вот 85-тен үлкен немесе тең, 100-ден кіші немесе тең деген шарт бар. Екі шарттың екеуі де true болса, екеуі де орындалып тұрса, бізде не істейді? True қайтарады, орындалады. То есть және болып тұр. Мына екі шарттың екеуі де орындалғандығы бізге маңызды. Ал егер немесе болса, 85-те мысалы кіші болып тұру мүмкін, мысалы 64 деген болса. Екі шарт бар. 85-тен үлкен болса, немесе үлкен болса, немесе 100-ден кіші болса деген. Мына орындалып тұрған жоқ 64-ке, но бірақ мынау бізде орындалып тұр. Бізде мына біреу еслейміз, не істейді? Өте жақсыны 85-тен аз балл алғандар үшінде орындалып кететін жағдай жасап береді мына біреу шарт. Егер или болатын болса, то есть мына бір А вариантты бізде жарамайды. Сол себепті бізде мұнда и болу керек, және болу керек. То есть екі шарттың екеуі де не істелу керек, қарастырылу керек. Мұнда Б варианты екеуін де қарастырып тұр. То есть 85-тен үлкен немесе тең, және де 100-ден кіші немесе тең. Вот и бізде орындалып тұр. Хорошо. Если осындай болса, онда өте жақсы деп шығарамыз. Вот как раз келіп тұр, иә. Келесі 65 пен 84-ке дәл сондай шарт болады. Тағы да если басталады, также и кетеді. 65-тен үлкен немесе тең, 84-тен кіші немесе тең. Дұрыс, онда жақсы дейді. Келесі 40-тан үлкен немесе тең, 64-тен кіші немесе тең. Екі шарттың екеуін де қарап тұр. Дұрыс, қанағаттанарлық бол бізде. Басқа жағдайда қанағаттанарлықсыз деген жауап шығатын болады, если 40-тан кіші болатын болса. Бұл варианты бізде дұрыс келіп тұр. 24-те С вариантын қарайтын болсақ, мұнда бірдей емес, мына жерде айырмашылық бар, қараңыздар. Мына екеуінде айырмашылық бар. 64-тен үлкен немесе тең болса, 40-тан үлкен немесе тең болса, онда қанағаттанарлық деп қойған екен, бізде арасында жату керек. 40 пен 64-тің арасында жату керек. 64-тен үлкен болғанда керек емес. 64 пен 40-тың арасында болу керек. Поэтому С варианты бізде минус. 25. Веб құжатқа маркерленген тізім жасауға пайдаланылған дұрыс HTML код дейді. Мұнда 1, 2, 3 деп шықса, бұл бізде OL, обычный просто. Если мынандай маркерлермен шығып тұратын болса, бұл бізде UL, обычный. Вот осындай екі тізім. Значит, бізде upper alpha деген керек жоқ. Upper alpha A, B, C деп шығарады. Поэтому мынаны минусовой етіп жүреміз. Так, upper alpha деп тұр. Мына жақта то же самое. Мына жақта upper roman деп тұр. Upper roman бізде жоқ. Upper roman ол бізде рим сандары ретінде шығады. И бізде бір ғана вариант қалды, Б вариантта. Просто обычный OL, потом обычный UL. Ары қарай кеттік. Арифметикалық прогрессия дейді. Мәдиге мұғалімі математика пәнінен арифметикалық прогрессияға есептер шығаруға тапсырма берді. Мәдиге уақыт үнемдеу үшін арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесін және де s қосындысын есептейтін программа құруға көмектес. Егер прогрессияның бірінші мүшесі және де айырмасы d белгілі болса дейді. Бірінші сұрақ, функция жұмысын аяқтап, оның мәнін негізгі программаға қайтаратын команда. Мына кодты қарамай-ақ жауап бере берсек болады, ол бізде return. Return бізде функцияның жұмысын аяқтайды. Мән қайтаратын команда. N-нің мәні енгізіледі. N-нің мәні енгізіліп жатыр бізде консольдан, пернетақта арқылы. Пернетақтадан. Б вариант дұрыс болады. Бірінші мүшесі және де айырмасы кез келген мәнді енгізіп отыратын болса, программадағы өзгеріс. Так, бізде С вариант дұрыс болады. Екеуін де қолдан енгіземіз. То есть пернетақтадан енгізу. Мына жерде А мен Д-ның мәндерін программада беріп қойған, олар всегда 2-ге тең. А если біз әртүрлі мәндерді енгізгіміз келетін болса, онда мына n секілді жазуымыз керек. Мұнда тең деймізді int, input депші екеуінде. Дәл солай жазу керек. И ондай вот A1 тең int input, D тең int input деген С вариантында көрсетілген. N тең 15 болғандағы программаның нәтижесі. Вот енді программаны разбирать етеміз. Программада вот функция жазылған, и функцияда global деген кілттік сөз көріп тұрсыздар. То есть мына сырт жақтағы s-ті қолданады деген сөз мына біреу функцияның ішінде. И мына біреу s-тің өзгерісі, мына функцияның ішіндегі өзгерісі, мына сырттағы s-ке тікелей қолданылады деген сөз. То есть мынаның ішінде s-тің мәні 5-ке тең деп жазатын болсақ, мына сырттағы s-імізді 5-ке тең болып кетеді. Тікелей сілтемені қойып отыр. Сыртқы ауқымды айнымалыны қолданып жатыр дегенді білдіреді, мына global. Енді n тең болса бірге, онда просто вот A-ның өзін қайтарады.
То есть бірінші мүшесі болса, онда a1-дің өзін қайтарады. А если бірінші мүшесі болмаса, онда m тең болады d қосылған, и осы функцияның өзін қайтадан шақырамыз. То есть получается бізде рекурсивті түрде орындалып жатыр мынаның бәрі. m тең болады айырмасы арифметикалық прогрессияның плюс осы функцияның шақырылуы, и осы функцияға a мен d қайтадан беріледі, и просто келесі мүшесін мына жаққа вот жазып отырмыз. Мысалы, біз қанша дедік? Біз 15 дедік, иә? 15 дедік. Ариф шақырылды. Мында a1 2, мынау 2, мынау 15. Потом бізде else орындалады, n тең 1-ге емес, else-та бізде m тең болады, d бізде 2-ге. 2 қосу, и мына функция қайтадан шақырылады. Но уже мында n-1 беріледі. То есть 14-ші мүшесіне қарай кетеді. 14-ші мүшесіне қарай функция қайтадан кетеді да, бізде уже ішкі бір слойға қарай кіреміз. И плюс мында n1-ге тең емес ішкі слойда, уже мында ариф 2, 2, 14 келіп тұр. И бұл жерде m тең болады 2 қосу дейді, и мынау до конца тағы да жалғасады. То есть 2, 2, 13, 2, 2, 12, 11, 19, 8, и ең соңында бізде n тең болады 1-ге. n тең болады 1-ге где-то. Анау жақта n тең болады 1-ге. n тең болады 1-ге, 1 болған кезде қайтарылады, просто a. Қайтады 2. 2 қайтады. Біз n тең болады 2 деген слойда тұрмыз. n тең болады 2 слойында тұрмыз, и бізде мында қайтып келді. Мында 2 қосу болып тұрды, и потом 2 қосылды, мында 4 шығады. 4 m-нің мәні. Дальше s тең болады, s қосу m деп тұр. То есть s бізде 0 еді, 0 қосамыз 4. 0-ге 4 қосылды, и потом бізде return m. То есть мына 4 қайтарылады, келесі n тең болады 3 деген слойға қарай. n тең болады 3 слойына қарай 4 қайтарылған кезде, бізде мына жақта тоқтап қалған прогрессиямыз ары қарай жалғасады. Функциядан 4 қайтып келеді, d бізде 2 болды, 2 қосу 4 болады, n тең 3 кезіндегі вот m тең болады, 2 қосу 4 болады, ол 6-ға тең болады, 6 барады да s-ке қосылады. То есть мына бізде s 4-ке тең еді, оған 6 қосылады. Потом келесінде 8 қосылады, потом 10 қосылады. Сөйтіп бізде n тең 15 кезінде, s a15 және де s15 анықталады. Но біз оның бәрін қазір жазып отпай, сіз сразу формуламен жасасаңыз болады. a15 тең болады a1 қосу n-1 көбейтілген d. И получается a1 бізде неге тең? a1 бізде 2-ге тең. Қосамыз n-1-іміз 14-ге тең, 15 деп жазылған алдыңғы слайдта. 14-ті көбейтеміз біз неге? d-ға. Мынау бізде 28 болады, мында 2 қосу 28 тең болады 30-ға. Вот бізде 30-ға тең вариант, P вариант деген көріп тұрмыз. Мынан ешқайсы бізде 30-ға тең емес, поэтому біз сразу B вариантын белгілей берсек болады. Енді арифметикалық прогрессияның формулаларын білсеңіздер математикадан, мына кодты вообще разбирать етпей қойсаңыз да болады. Потому что мына рекурсия, мында шатасасыз, мында көп нәрсені ұмытып кетуіңіз мүмкін, көп нәрсені сіз түсінбей қалуыңыз мүмкін. Мына кодты толыққанды түсінесіздер, если рекурсияны жақсы білетін болсаңыздар. Кейбір новичоктар мына жерде, кейбір рекурсияны мүлдем білмейтін оқушылар, мында мен не айтып жатырмын, мүлдем түсінбеулеріңіз мүмкін. Рекурсияны білетіндер, примерно сіздер түсіндіңіздер. Сол себепті рекурсия тақырыбын толыққанды меңгеріп алуға кеңес беремін. Бізде вот рекурсия функцияның өзін өзі шақыруы өзінің ішінде. Келесі программаны рекурсияны қолданбай құрылған нұсқасын көргіміз келетін болсақ, онда біздің старый добрый формуламызды көреміз қазір. n тең болады a1 қосылған n-1 көбейтілген d деген формуланы іздейік. Міне тұр, как раз n тең a1 қосу n-1 көбейтілген d. S тең болады a1 қосу n бөлу 2 сыртында көбейту n. Вот, a варианты бізде как раз келіп тұр. Қалғандарында бізде мында формула дұрыс емес, мына жақта тоже формула дұрыс емес, мына жақта тоже формула дұрыс емес.
Бізде А варианты ғана дұрыс. Сол себепті арифметикалық прогрессияның формулаларын жаттаңыздар. Информатика үшін де олар керек. 31-ші сұрақ. Процессор сипаттайтын мынандай не берілген? Үлгі бойынша анықтау керек. Бірінші тактілік жиілікті. Тактілік жиілікті гигагерцпен немесе герцпен жазамыз. И вот герцпен көрсетіліп тұр 2,90 деген. Мынау бізде тактілік жиілігі. Ал сокеті ол бізде LGA деп басталады, LGA. Ол по сути материнский платаның модель десек те болады. Сокет дегеніміз сіздің процессорыңыздың материнский платаға салынатын мынандай 4 бұрышты орны бар, осыны сокет деп атайды. Сокет деп атайды. Процессорды аласыз да мына жаққа қарай саласыз. И мында темір бар, темірмен жабасыз. И оны вот ото базасында кітаптарда, оқулықтарда аналық тақшаны модель деп көрсетеді, и также сокет деп те атайды. Если вот LGA деп келетін болса, онда сокет екендігін жаттап ала беріңіздер. Ал мұнда Core i5 деген ол процессордың моделі. Core i5 процессордың атауы. 64 мынау бізде разряды. Айтпақшы, егер де жылдың соңына қарай уже тапсырмалар таусылып, қай жақтан тестілерді табам деп ойланып жүрген болсаңыз, годный жақсы нұсқалар уже таусылған болса, онда бізде платформада 16 пробный бар. Информатика пәнінен әрқайсысын ашып тапсыра аласыз, және де 16 пробныйдың бәрінің талдауы да бар. То есть, мысалы, ашасыз 5-ші нұсқаны, начать дейсіз. Нұсқаны тапсырасыз мысалда. Нұсқаны толыққанды тапсырып болғаннан кейін сіз келесі несіне қарай өтіп талдауын көре аласыз. Келесі видеода уже осы нұсқаның толық талдау видеосы тұрады. 1 сағат 11 минут екен мынау. То есть осындай бізде 16 нұсқа бар платформада, және де 16-сының талдауы бар. Одан бөлек ар жағында бонусқа тағы да 16, 4, 3, 7 нұсқа талдау бар. Олар YouTube арнада жоқ, олар грант ОБТ-да келген сұрақтар бойынша, және де апробациялық нұсқалар. Олардың бәрі YouTube арнада жоқ, приватты курстың ішіндегі нұсқа талдаулар. Соларға тоже сіз доступ ала аласыз. Тіркелу үшін мына біреу WhatsApp номерге жазыңыз. Мен 16 пробныйды алғым келеді деп жазсаңыздар, сіздерді тіркеп береміз. Қазір бізде 25% жеңілдік жүріп жатыр. 25% жеңілдік деп айтқан болатын ағай YouTube-та дейсіздер, и, пожалуйста, 16 пробныймен ОБТ-ға дейін дайындала аласыздар. Ал біз ары қарай жалғастырайық. Айтпақшы, егер де ОБТ-ға дайындығыңызға әлі көңіліңіз толмай жүрсе, бізде қазір супер скидкалар болып жатыр. Видео курсты алып, сіз барынша күнде қарап, күніне хоть 10 сағат қарайсыз ба, 10 сабақ қарайсыз ба, 30 сабақ қарайсыз ба, өзіңіздің еркіңізде мына видео курстың ішіндегі барлық видеоларды көріп, әрқайсының тестілерін орындап, модульдерді ашып қарайтын болсаңыз, әрқайсында тестілер бар, и тест талдаулар бар, есептер де бар, есеп талдаулар да бар. Полностью мына жерде 110 сабақ бар, и 110 сабақ бойынша өзіңіздің біліміңізді толықтыра аласыз. Қазір супер скидкалар болып жатыр. Маған мына біреу WhatsApp номерге қарай жазыңыздар, и осы WhatsApp номерде айтасыздар видео курс бүкіл есептермен, тестілермен десеңіз, плюс оған сізге 16 пробный және де 23 нұсқа талдаулар бонусқа беріледі бұған. И сөйтіп айтып тіркеле аласыздар, ОБТ-ға дейін өздеріңіздің білімдеріңізді анағұрлым толықтырып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Давайте біз ары қарай жалғастырайық. И біз ары қарай кеттік. 32-ші сұрақ. Логикалық өрнектерді нәтижелері бойынша X, Y, Z айнымалылардың мәндерін анықтау керек. Мына жақта ақиқат шығу үшін X тең 0, Y тең 0, Z тең 0 болу керек. Үшеуіне вот 0 қойдық. Мысалы 0, мынау бізде көбейту және болып тұрғандықтан көбейту бізде 0 терістеледі, көбейту 0 терістеледі. Вот үшеуінің мәнін қойдым. Үшеуі бізде терістеледі, 1, 1, 1 болады. Үшеуін көбейтеміз, 1 шығады. Получается, вот үшеуі бізде 0 болатын вариант бересіздер. Мына жақта сондай вариант бар. Келесі, мына жерде вот неудачно қарғып алғам ғой. Асып. Келесі бізде жалған деп тұр. Жалған шығу үшін Y тең болады 0-ге. Мында 0 қоямыз. Екі жағынан қосу қоямыз. Мына бізде дизъюнкция. X бізде 1-ге тең болады, Z бізде 1-ге тең болады. Мында 1 қоямыз, мында 1 қоямыз, екеуі бізде не істейді? Терістеледі. Алдында терістеулері бар. Екеуін терістесек, мынау 0 болады, мынау бізде 0 болады. И жалған шығады.
Мынау бізде екіншісі үшін. Вот осындай вариант бар, осыны белгілейсіздер. Мынау бізде біріншісі үшін. Үшеуі 0, мына жақта x тен 1, y тен 0, z тен 1. Осыларды белгілейміз. Ары қарай кеттік. Файлға кіру режимдеріне сәйкес олардың қызметтерін сәйкестендір дейді. Мынау бізде оқу және жазуға. Так, мынау бізде оқу және де жазуға екілік режимде, бинарлы форматта. Міне, екілік форматта оқу және жазу үшін, просто обычно оқу және жазу үшін, міне. Келесі, MySQL-де орындалған сұраныстар нәтижесі. Апдейт бізде жаңарту, өзгерту, инструмент таблицасын біз жаңартамыз, датасын өзгертіп жатырмыз, 4-ші сыбызғының датасын біз өзгертіп жатырмыз 2018-10-25-ке. Так, сыбызғының жасалған күнін ауыстырады. Міне тұр, жасалған күні ма бұл? Ну, просто дата деп тұрген, окей, ну, вот как раз келіп тұр. Мұнда таңдайды шығарады деп тұр, бізде ауыстырады, апдейт ауыстырады, и только осы сәйкес келіп тұр. Select name data from instruments where type шертпелі дейді. Мұнда instruments кестесінен шертпелі құралдарды таңдау. Міне тұр. Так, ID 10-4 инструментін шығармайды бұл select, инструмент кестесіне үрмелі құралдар таңдамайды. Бізде не болып тұр? Шертпелілер таңдайды. Вот, шертпелі құралдарды таңдайды деген дұрыс. Форма жасауда HTML тегтерінің қызметтерін сәйкестендір. Мұнау бізде просто текст енгізуші өрісті жасайды. Бір жолды мәтінді енгізу өрісін анықтайды. Бір жолды мәтін просто текст. Бірнеше жолдық мәтінді енгізуге болатын форматы input емес тегі, ол бізде текст area деп аталады. Submit ол бізде батырма. Мынандай кнопка отправить деп тұрады. Отправить. Google болса send деп тұрады. То есть жіберу батырмасын анықтайды деген мына біреу бізде сәйкес келіп тұр. Так, қосқыш элементін ол бізде radio орнатады. Ашылмалы тізім жасамайды. Так, окей. Бізде сәйкес келіп тұр осы екеуі. Көлемі мынандай болатын файлды мұнша жылдамдықпен тасымалдауға жұмсалатын уақыт анықтау керек екен. Көлемі бізде 432 000 килобайт. Давайте бұны бәрін жазып отпай бетейік. Q тен мұнау. Жылдамдығы кішкентай Q тен мұнау. Q тен болады Q көбейтілген Т-ға. Т тен болады Q бөлінген Q-ға. 432 000 килобайт бөлеміз 28-де 800 килобит бөлінген секундына. И давайте біз мұнда либо килобайтқа келтірейік екі жағын, либо килобитке келтірейік. Килобит қылып жасап жүрейікші, алмын, көбейтеміз 8 дейміз и килобит дейміз. Килобит пен килобит қысқарады. И давайте калькулятормен есептей салайық. Так, 432 000 көбейтеміз 8-ге, бөлеміз 28-де 800-ге, 120 секунд шықты. 120. Мына секунд алымына қарай шығады, и секунд болады мұнда. А варианты бізде дұрыс, Е варианты бізде дұрыс. 120-ны минутқа айналдырсақ 2 минут. Болды, ары қарай кеттік. Келесі. 12 сан басқа санау жүйелеріне ауыстырғандағы мәндері. 12 сан 8-ге бөлеміз, 1-ден береміз, -8, 4 қалады, кертетпен жинаймыз, 14 екен 8-ке. Б варианты бізде дұрыс болады. 12-ні 2-ге бөлеміз, 6-тан береміз, -12, 0 қалады, 2-ге бөлеміз, 3-тен береміз, -6, 0 қалады, 2-ге бөлеміз, 1-ден береміз, -2, 1 қалады. 1, 1, 0, 0. Екілік санау жүйесінде. 1, 1, 0, 0 жоқ екен. Мынау дұрыс емес. Ал 12 дегеніміз A10, B11, C12. C варианты, то есть C деген санға тең екен 16-лық санау жүйесінде. И сонда бізде B және де E варианттары дұрыс. Программа нәтижесін анықта дейді. Бізде функция бар мұнда, то есть процедура бар. И оған 6 и -2-ні беріп жатырмыз. То есть A тен 6, B -2. А тен болады А бөлу 2 деп тұр.
тең болады 6 бөлу 2. Мынау бізде 3 сан шығады, бөлшек сан. Б тең болады Б қосу 2 дейді. Б бізде минус 2, мынау бізде минус 2. Қосамыз 2-ні, тең болады 0. Сонда 3 и 0 деген бар ма? Вот 3 бар и 0 бар. А және де F варианттары бізде дұрыс болады. 39 кесте құруда пайдаланған мәліметтер типтері дейді. Бізде вот мәтіндік тип бар мына жерде. F варианты бізде дұрыс болып тұр. И бізде сандық тип тұр міне. Б варианты бізде тоже дұрыс, но ото базасы бойынша мына Б вариантын скорее всего белгілемей кеткен секілді тестілерді заливать еткен кезде сайтқа. И мында символ емес тоже, мынау бізде мәтін, символ келмейді. Да, мына жерде только F варианты дұрыс болады. Давайте жауап парағын қарай өтейік. Жауап парағында вот 39 F варианты только тұр. Бұл бізде апелляционный вопрос, апелляциондық сұрақ. Только мәтін емес, бұнда санды да көріп тұрмыз, біз ешқандай тырнақшасыз, жеке тұрған бір символ емес. Мынау бізде вот екеуі текст, и бізде сан бар. Поэтому бізде бұл варианты тоже дұрыс келіп тұр. Но бір минусы осындай сұрақтардың. Сіз аласыз ештеңені ойламай, сандықты и мәтіндікті белгілейсіз. И бұның апелляционный сұрақ екенін де білмейсіз. ұбт-да ары қарай кетесіз де бір балл жоқ қой. Оны қай уақытта қалай кетіп қалғанын тоже білмейсіз. Ана жақта тестті енгізген адамның кінәсі, сіздің балыңыздың жоқтығы, апелляцияға беру-бермеу жағын сіз хабардар болғанда жоқсыз. Мына жақта чисто Құдай сақтасын дейтін сұрақтардың біреуі осы. Енді мынаның түрін жаттап алыңыздар. Мынаны ұбт-да келіп жататын болса, сразу апелляцияға бере беріңіздер. Пробныйда өсіп келген еді. Ол жерде вот негізі мында сандық та бар. Но ото базасы бойынша пробныйда только мәтін деген дұрыс болды. Сол себепті мынаны мұқият қарасаңыздар. Мен жауаптарым осы, мынау сандық и мәтін болу керек. Базаларыңдағы жауаптарыңа қараңдар, менің жауабыма қараңдар. Если мұғалім тексеріп көрсін, мұғалімі тексерілген кезде мен айтқаным дұрыс деп табатын болса, мен балым дұрыстап қосып берсін деп апелляционный обращение жазып жібересіздер. 40-та төменде берілген HTML код бойынша ақиқат тұжырымдар дейді. Бізде coronet атрибут мәні дейді. Coronet бізде face атрибутының мәні. Дұрыс. Атрибут атауы емес бұл. Атрибут атауы бұл теңдіктің сол жағында болады. Size тең 10 ол атрибут. Size тең 10 атрибут, дұрыс. Color атрибут атауы. Дұрыс. Color бізде тоже атрибуттың атауы. Size тең 10 тег емес ол бізде. Тегтер олар бізде. Вот HTML, head, title, андай бұрыштық жақшалардың ішінде тұр. Color атрибут мәні емес, атрибуттың атауы. Поэтому бізде ASD дұрыс болады екен. Вот ASD-ның дұрыс екенін көріп тұрмыз. F бізде дұрыс. AF, BE, AE, BE. Так, AF, BE, мына жақта вот екіліктер дұрыс емес деген болатын. И бізде AE. AE келіп тұр. Окей. Вот 50-ден 50-ін алдық. Жауап парағы міне тұр. Назарларыңызға рахмет. Осымен бізде нұсқа талдауымыз өзінің мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар. Давайте.